Қызы онлайн бизнеспен, WeChat бизнеспен, заводпен, прямой бизнеспен айналысып жүргеніме 10 жыл, 2016 жылдан бері Қытайдармен жұмыс жасап жүрміз. Енді осы Жиму компаниясы мінекей 2026 жылы январь айының, қаңтар айының 6 күні Қазақстанда официальный открытиясы болды. Сайтымыз ашылды, Қазақстан телефон нөмірі регистрация жасалды. Жалпы осы Қазақстан арқылы орталық Азияға, Еуропаға бағыттау мақсатымен жұмыстар жасалып жатыр. Алла қаласа июньнің 6 күні Қазақстандағы официальный открытиясы болады. Бұл енді офисте әйтеу осы жердегі жауапты 5-6 адам ашық жүргізіп жатыр осы Қазақстанға жауапты. Ал бірақ Қытайдағы жаңағы осы Жиму компаниясының құрылтайшысы Нюливи бастық әлі келіп көрген жоқ, бізді көрген жоқ. Оның сонымен қатар біздің веткамыз дейміз, біз 10 веткадан тұрамыз. Бірінші команда, екінші команда деп осылай бөледі. Біз 10-шы командамыз. Қытайдағы 10-шы команданың лидері, хан директор, ай сайын 7 миллиард теңге, яғни 13 миллион доллар табыс алып отырған хан директор да осы июньнің 6 күнде открытияға келеді. Яғни сіздер бұл бизнестің әлі басындасыздар. Қазір біздің қолымызда небәрі бір 6-7 ғана продукция бар. Негізі компанияның сайтында 25 түрлі продукция бар. Косметикалары да бар, SPF кремі де бар, чайлары да бар, жаңа умывашкасы өте керемет. Не бір кетпейтін помадалар, кетпейтін туштарды сондай жақсы жеңіл кетіреді. Құрамында гидрофенный маслосы бар, жақсы умывалкалар бар. Оның барлығы берсе осы июньнің 6-сына дейін келеді. Сіздер осындай үлкен бизнестің әлі басындасыздар. Сол үшін сіздер осы бизнесті бір күн болса да ертерек біліп, ертерек жұмыс бастаңыздар. Мен енді жалпы ешқандай адамға бір миллиондап ақша сал деп айтпаймын. Бұл жерде біз ешқандай шығынсыз кәсіп бастауымызға болады. Мысалы бір спрей алдық, 30 мың теңгеге спрей алдық, оны өзімізге қолдандық. Яғни шығын жоқ. Яғни өзіңіз мысалы Золотое яблокоға барсаңыз да бір тонер алсаңыз, сыворотка алсаңыз, екеуі аз дегенде 30 мың 40 мыңнан жоғары шығады. Бұл спрейдің құрамында өзі тонер де бар, өзі спрей де сывороткасы бар. Яғни бетті тартады, минералдандырады, ылғалдандырады, лифтинг эффектісінде береді. Біздің продукциялардың барлығы бір аптада нәтижесін береді. Бұрын біз Қазақстандық компанияларға да батсаттық қой. Мысалы, мынау қаныңыз тазартады демесек, ол қан тазартатын өнімді сіз 3 ай ішуіңіз керек. 3 ай ішкен кезде ғана қан толық тазарады, клетка жаңарады, 3 айдан кейін нәтижесі болады деп айтатынбыз. Ал біз осы Жимудың продукцияларын бір аптада нәтижесін көрсетеді деп айтамыз. Мысалы, қандай продукциясы болсын. Даже осы бір тал бүйреканың өзін бір кісі менде 4-ші айдың осы сәуірдің 26 күні алып ішіп көрді. Бір тал ғана ішем, денемде ісіп тұрады. Аяғым пілдің аяғымда боп томалақ. Андай қызыл тобығымды да көрмеген көп болды. Ұсталмай тобығыма қолым жетпейді, сініп тұрады. Үнемі жаңағы бухгалтер жұмыста отыратын жұмыста отырады, аяғы сініп тұрады. Сонда мен сіздің қайсы продукцияңызды ішем, бір штук қана ақшам бар, 30 мың теңге ақшам бар, қайсысын ішсем болады деді. Сосын мен осы бүйрекаңды бердім. Бұл бүйрекаң өнімі Қытайдағы, осы Қытай медицинасындағы 13 түрлі ғалымның бірлесіп жасаған. Яғни Қытай емдік шөптердің, патшалық рецептердің, қаншама емдік шөптердің қоса отырып, яғни осы бір капсуланы шығару үшін қаншама қанша түрлі шөптерді қайнатып, жинап, ғалымдар бір-біріне нанотехнологиямен қосып бір капсула шығарып отыр. Яғни бұрынғы кезде емдік шөптерді қайтетін, неше сағат қайнататын, сол 2 литр судан бір стакан суға алғанша қайнатып соны ішетін. Үйтіп отыратын болсақ, қазіргі заманда ешкімнің оны 3 сағат қайнатып суатып отыратын уақыты жоқ. Ал қазіргі уақыттың тапшы заманында қайтты, осы тарихи рецептерді ұсақ нанотехнологиямен ұсақтап, керекті минералын алып, мысалы, женьшеннің құрамында бір минералды, жаңағы жалбыздың құрамында бір минералды, құрт шөптің құрамында бір минералды дегендей алып оларды ұсақтап, рестеп, бір капсула алып шығарып отыр да. Сол себептен бұл продукциялар адамның ішкі организмінен бастап тазалайды. Бұл бүйрекаң өнімі, мысалы, денедегі суықты шығарады. Бізге суық деген өтіп жатыр. Юбкамен жүреміз, мектепте мысалы көйлекпен жүреміз қыс кезінде. Осының барлығына суық өтті. Босанғаннан кейін дұрыс тер шықпай қалды. Ол жерде де денеде суық қалды. Әдетте мысалы терлемейміз, баняға көп бармаймыз. Ол жерден біздің денемізде тер шықпай қалған терлеп тұрып консерватордың астына барамыз. Ол жерден де бізде суықтап қалдық. Осындай ұсақ суықтар жиналып,
жалпы ісінулер болады, адамның организмдегі шлактардың жиналуын, шлактар тез сыртқа қарай шықпай қалатын болады. Осындай жағдайлар болғандықтан біз осы бүйрекаң өнімін ішеміз. Бұл бүйрекаң өнімін ішкен кезде өздеріңіз байқайсыздар, дәреттеріңіздің өзі түсі өзгереді. Мысалы, осы маған апрелдің 26 күні алған, осы 1-3 күні маған алған кісі айтты, 4-ші күні менің кіші дәретім апельсиннің соғы сияқты. Қызыл-жасыл ма бір бәле болып кетті ғой дейді. Қызыл-сары болып кетті дейді. Мен апельсин соғы ішкем жоқ қой дейді. Сіздің денеңіздегі анау ісініп тұр ғой адам мынандай. Мысалы, мына қолдарының буыны көрінбейді. Аяқ болса, мына буыны көрінбейді. Мынандай болып тұр, мынандай. Сол кезде сіздің ет пен теріңіздің арасында сұйықтықтар жиналып тұр ғой. Сол сұйықтықтарды шығарып жатыр. Ол застой болып тұрған нәрсенің түрі мөлдір болып тұрмайды ғой. Қаншама уақыттан бері тұрған нәрсе сол шығып жатыр. Алаңдамаңыз дедім. Сосын 7-ші күннен бастап нормай бұрынғыдай кішілер етін қазарды деді. Сосын осыны ішіп 7-ші күннен кейін уже тобығымның сүйегін уже бүйтіп бастан қолымды ілінетін болды. Ісіну кетті. Жеп-жеңіп, аяғым деген ауыр біреудің аяғындай, қазір уже бір-ақ қораппен аяғым жеп-жеңіп деді. Яғни бұны қалай ішті деген ішінде 30 сал бар ғой. Енді 10 күн ішінші деп ойладым да, таңертең адам тұра салғанда денесінде ісіну болмайды. Жүре бастағаннан кейін түстен кейін аяғы ісейді. Сол үшін таңертең бір тал, түстен кейін 2 тал деп ішіңіз дедім. Сөйтіп күніне 3 талдан 10 күн ішті, жақсы нәтижесін көріп алғысын айтты. Қаншадан? 2 таблетка отырып. Таңертең 1 тал, түстен кейін 1 тал. После обед 3-4 кездерінде 2 тал ішіп отырады. Таңертең 1 тал, түстен кейін 2 тал. Оның зияны жоқ, 4-тен бір-ақ мен сөйтіп ақ істеймін. Жоқ, енді кейбір кісілер экономдағысы келеді, ұзақ ішкісі келеді. 3 талдан 10 күн ішуге болады, күніне 2 талдан 4 талдан 1 апта ішуге болады. Солай ішіп те результатын көріп жатыр. Ал енді мына екінші продукциямыз май тазарту өнімі. Біз үнемі майлы тамақ жейміз, майлы ет жеген жақсы көреміз, соғымыз семіз болғанын жақсы көреміз. Сол себептен ол денемізде артық белоктар, артық майлар, артық қанттар шлак болып жиналады. Шлактың енді 8 түрі болады. Шлактың 8 түрі болады, жаңа айтып өттім. Су шлагы, тер шлагы мынамен кетеді. Ал май шлагы мынамен кетеді. 8 түрлі шлакты айтып өтетін болсам, денеде артық сулардың жиналып шлагы болады. Шықпай қалған терлердің шлагы болады. 3-шіден май шлагы болады. 4-шіден қан тамырдағы тромбтар, қан тамырдағы шлактар болады. 5-шіден жел шлагы болады. Асқазанға жел жиналады, ішекке жел жиналады, ішегі іші ісіп тұратын адамдар болады. Шары көп. Яғни жел шлагы болады. 6-шыдан жаңағы қақырық шлагы болады. Грипптан кейін, гаймориттан кейін, мұрындағы қақырықтар, егер тазаланбай қалған кісілердің қақырық шлагы болады. Ол кісілер осы детоксты ішу барысында кәдімгідей қақырықтары тазаланады, мұрындарынан сары-сары іріңділер ағады, осылай тазаланады. Ол бұрын менде бұрын бір 10 жылдың алдында гайморит болған, бірақ мен уже жазылғалы бір заман болды дейді. Ол детокс ішкен кезде мұрыннан сары іріңдер ағызады ғой, тұрғандардың бәрін шығарады. Осындай нәтижесін береді. Одан кейін бізде үлкен дәрет жолында жиналған шлак болады, кіші дәрет жолындағы жиналған шлактар болады. Осының барлығы біздің детокс бір аптада тазартады. Мысалы, шлак тазартады деп айтпай, осылай шлак 8 түрге бөлінеді. Мысалы, мынау май шлагын тазартады. Ал енді бұл шөлінде деген өнім бар, бұл НАТО бұршағынан жасалған, бұл қан шлагын тазартады. Мысалы, қан дегеніне ұсақ-ұсақ қызыл қан клеткаларынан жасалады, қан дегеніміз. Ал қан тамырдың қабырғаларына, қан тамырлардың қабырғасында осындай не болады ғой, труба сияқты. Ол жерге майлар жиналады. Жаңағы қантты несеп кісілер болса, әртүрлі артық қанттар жиналады, әртүрлі шлактар жиналады да, қан тамырдың трубалары қайтеді, жіңішкереді, қан тамыр жіңішкерді, қан тамыр тосылды дейді. Одан кейін қан тамырдың қабырғаларының өзі басында ұлпа, жұмсақ, серпінді болатын болса, қазір қайтты. Адам қартайған сайын қан тамырдың қабырғаларының өзі жаңағы трубаларының өзі қайтеді, қатайып, серпінділігі жоғала бастайды. Сол кезде қан тамыр жарыла бастайды. Сондай болмау үшін қанды тазарту керек, қан тамыр қабырғаларын тазарту керек. Ол осы өнімнің нәтижесінде болады, қанды тазарту. Адам қаны тазарған кезде өң әдемі болады. Мысалы, қан давлениесі жоғары адамдар, қан диабеті жоғары адамдар, қанты жоғары адамдардың өңі қарауытып тұрады. Ал давлениесі нормада, қанты нормадағы адамдардың өңі ақшыл сары болып, әдемі болып тұрады.
Сол себептен әлі тіпті осы қан тамырдың қабырғаларының жаңағы бітелуін, қанның қоюлануын тілдің астындағы тамырдан да білуге болады. Тілдің астындағы тамыр қара көк болып тұрса, онда қан тамырларда шлак бар деген сөз. Тілдің астындағы тамыр ақшыл қызыл болып тұрса, қан тамырларда шлак жоқ деген сөз. Яғни сол үшін осы қан тамыр тазарту өнімін мынау тілдің астына қойып сорасыздар. Таңертең бір тал ашқарында, кешкі астың алдында бір тал ашқарында ішесіздер. Осы арқылы мына тілдің астындағы 62 тамырдың түйіні бар. Әдетте скорыйлар қайтеді, жүрек ауырған кезде давлениесі сразу көтерілгенде тілдің астына дәрі салып жатады. Сол себептен мына жердегі тілдің астына қойған осы шөлемді өнімдерін қойып сорған кезде қандарыңыз тазарады, толығымен тазарады. Тіпті осы бір қорапты сорып болған кезде өздеріңіз байқайсыздар, тіліңіздің асыл бұрын қара қоңыр болып, қара көк болып тұрса, қазір қызылды әдемі, қалай нежный қызыл болып тұрады, тамырларыңыздың өзі көрініп тұрады солай. Бұл қан тазарту бүкіл адамға керек, мысалы давление адамға ғана, қан диабет адамға ғана керек деп ойлаймыз. Қан тазарту бүкіл адамға керек, өйткені қанымыз таза болған кезде ғана біздің бауыр қызметіміз жақсарады, бүйрек қызметіміз жақсарады. Бүкіл организм қан арқылы минерал алып, қан арқылы бір-бірімен байланыс жасап тұрады. Сол үшін қанды тазарту өте маңызды. Міне 3 түрлі продукцияны түсіндірдік. Ал енді келесі өнім. Мына екі өнім пептидтен жасалған. Мына екі өнім пептидтен жасалған. Бұл өнім біздің азықтығымыз болып саналады. Біз бір апталық детокс барысында осы 3 түрлі өнімді шлак тазарту өнім ретінде, осы екі өнімді тамақ ретінде ішеміз. Бұл болса зығыр талқаны. Зығыр талқанының ішінде пептид тұр. Бұл пептид деген не? Пептидті кім тапқырлады дегенде, 1902 жылы Германия ғалымы Фишейдер деген кісі осы пептидті тапқырлады. Пептид дегеніміз коллагеннің, яғни белоктың ұсақ микробөлшегі, ол адам организміне өте тез сіңімді осындай бір микробөлшек екенін тапқырланған. Одан бері қаншама жүздеген жыл өтсе де, әлі пептидтің жаңағы денсаулыққа болсын, фармацевтикада да болсын маңыздылығын әлі де зерттеп, әлі де ашып келеді. Өйткені бұл пептид организмге кіргеннен кейін бұны қорытуды қажет етпейді. Дереу қанға сіңіп, дереу жаңағы мысалы сүйекке байланысты, мынау сүйек пептиді болса, бұл сүйекке барып қонады. Ал мынау азықтыққа арналған пептид болса, бұл асқазанға минералдарын сіңіреді. Мысалы әлем бойынша номер 1 аурулар қан тамыр аурулары. Қан тамыр аурулары, қан тамырдың бітелуі, жүрек ми қан тамырларының аурулары, осылар әлем бойынша өте қауіпті аурулар. Мысалы, рактан да қауіпті, өйткені бұл адамдардың көп сандысында осы ауру бар. Ол аяқ астынан инсульт болып, инфаркт болып жатқан адамдар өте көп, жылдан жылға жасырын жүректен кетіп жатыр дейтін адамдар, 30-40 жастағы адамдар кетіп жатыр қазір. Сол үшін бұл жаңағы жүрек қызметі, қан тамыр қызметі не үшін осындай бұзылды дегенде, яғни барлық организм клеткадан құралады. Қанның өзі қызыл жасушалардан құралады. Осы клеткаға минерал жетіспеген кезде қанның айналысып бағыты, қанның айналыс күші, яғни қанның күші, қанның айналыс жылдамдығы дейміз ба, ол баяуланады. Клеткаға минерал жетпеген кезде. Сол арқылы баяу аққан кезде ол шлактанады. Сөйтіп қан айналысы дұрыс болмағаннан кейін, оған не себеп болып жатыр? Біздің клеткамыздағы минералдардың әлсіздігі себеп болып жатыр. Айналып келгенде ауру неден пайда болады дегенде, енді адамзат өмірге келгелі аурумен күресіп келе жатыр. Бұрын мысалы қызылша болды, оба ауру болды, әр дәуірдің өзіндік аурулары болды. 21 ғасырда коронавирус ауру болды. Яғни адамзат әрқашан аурумен күресумен келе жатыр, және ауруды қалай алдын алуға болады, қалай сақтауға болады, қалай жеңуге болады, бүкіл ғалымдар осыны зерттеп келе жатыр. Зерттеп келе жатқанда осы шығыс медицинасы мен батыс медицинасы екі түрлі көзқарасқа келеді. Өйткені аурудың түрі әртүрлі болғаннан кейін аурудың себебі мынау деп айтатындай бір көзқарасқа келе алмайды. Батыс медицинасы химикаттық жаңа медицина не деп айтады дегенде, ауру бактерия вирустан пайда болады десе, шығыс медицинасы айтады, ауру зат алмасудың бұзылуынан клеткаға минерал витамин жетіспегендігінен пайда болады дейді. Яғни сол себептен де мына клеткаға минерал витаминдерді қалай жеткіземіз? Ол белоктығы жоғары, минералдығы жоғары тамақтар ішу керек дейді. Ал шығыс медицина солай айтады. Ал белоктарды, минералы жоғары тамақтарды ішкенмен де ол организм қорыталмаса не істейміз деген кезде,
ол минералды ұсақтап беруіміз керек. Яғни ол қорытуды талап етпейтін, қорытуға энергия кетпейтіндей етіп, оны минералды біз белоктарды ұсақтап беруіміз керек дейді. Ал ұсақталған белок, ең микро ұсақталған белок деген не дегеніміз? Ең микро ұсақталған белок осы пептид болып саналады. Яғни пептид осылай организмге кірген кезде дереу жаңағы тамақты қорытуға энергия керек. Үлкен кісілердің тамақ ішуге әл-дәрмені жоқ. Даже жеген тамағын қорытудың өзі ол кісілердің үлкен жұмыс. Өйткені адам қартайған сайын энергиясы азаяды. Мысалы, сіздер асқазандарыңызға тамақ барғаннан кейін бір шаршап ұйықтағыларыңыз келеді. Өйткені энергияның барлығы асқазанға фокусталды. Асқазан тамақты қорытуға жұмыс жасап кетті. Сіздің ары қарай кітап оқуыңызға, болмаса бір спортпен дереу шұғылдануыңызға энергия жетпейді. Тура сол сияқты жаңағы энергияны асқазандағы тамақты қорытуға жұмсамау үшін біз осы пептидті ішуіміз керек. Пептид сразу өзі қорытыла салатын нәрсе былайша айтқанда. Ал енді екіншіден бізде сүйек буын аурулары пайда болады, Сүйек буын аурулары дегеніміз жаңағы клеткалардың кері шегіну процесінен болған ауру дейді. Мысалы, клеткалар қалай кері шегінеді? Клеткаларға кальций жетіспейді, д3 жетіспейді. Сол кезде клеткалардың сүйек клеткаларының бөліну жылдамдығы азаяды да, қартайған клеткалар көбейе бастайды екен. Мысалы, сізде 30 жаста сіздің денеңізде бір айда мысалы 100 клетка жаңаланатын болса, 50 клетка өледі. Ол кезде сіздің жаңалануыңыз бар. Ал 70 жаста, 50 жаста сізде бір айда мысалы 70 новый клетка жаңаланатын болса, 60 новый клетка қайтеді өледі. Сонда 10 новый ғана клетка қалады. Ал 65 жастан кейін қайтеді, сізде бір 50 клетка новыйдан жаңаланса, 100 клетка өледі. Сол кезде қайтеді клетканың жаңалануы кері шегінеді, сіздерде сүйек бостығы пайда болады, сүйек морттығы пайда болады. Енді осы клетканың жаңалану периоды бүйтіп кері шегініп жатқанын қалай алдыға жылжытуға болады? Қайтып жаңағы сүйектің беріктігін, кальцийді қалай толықтыруға болады дегенде осындай сүйек пептидтері бізге көмекке келеді. Бұл болса арнайы сүйектен алынған, сиыр сүйегінен алынған пептид. Бұл ішкен кезде жаңағы сіздердегі мысалы сынықтар болады. Сынған адамдар мысалы көп естисіздер ғой, 50 жастағы адамның сынығы 50 күнде бітеді, 70 жастағы адамның сынығы 70 күнде бітеді деген сондай қазақтың бір сөздері бар. Өйткені ол адамның жасы ұлғайған сайын сынықтың бітеуінің әшарында әлсіз уақыты ұзақ болу себебі де осы клеткалардың кері шегінуіне, тез жаңалануына қарағанда қартаюының тез болуына. Ал біз қайтеміз, сүйегіміз мықты, энергиямыз күшті, қартаюымызды тоқтатқымыз келеді, қартаюды азайтқымыз келеді, немесе баяулатқымыз келеді, барлығымыз жас болғымыз келеді. Не ішуіміз керек дегенде, ғалымдар бірден бір нәрсе пептид ішу керек дейді. Мынаның да құрамында пептид, мынаның да құрамы пептид. Әрі бұлар не үшін тез эффектісін береді, бір аптаның ішінде қалай эффектісін береді? Бұл пептид қанға түскеннен кейін қанның жаңағы жылдамдығын дұрыстайды, қандағы шлак тазартады. Пептид асқазанға түскенде асқазанның жараларын, асқазанның қабын реттейді. Пептид мысалы сүйекке барып қорытылған кезде жаңағы сүйектегі кері қайтарылуды тездетеді. Мен телефоннан айтайын. Сүйектегі кері қайтарылуды тездетеді. Яғни пептид тіпті біздің жаңағы ішкі организміміз арқылы ішілгеннің өзінде біздің бетіміздің өзін жаңартады, жасартады. Мен сіздерге осындай бір ғылыми нені қазір тыңдатайын. Қазір мен сіздерге айтып жатқан ақпаратымның бір ғылыми бір видеосы бар. Сол үшін біз не сатып жатырмыз дегенде біз пептид сатып жатырмыз. Іштен ішетін пептид сатып жатырмыз. Косметикамыздың құрамында, осы спрейдің құрамында да 4 түрлі жасартатын пептид бар. Сол себептен мына жерде мен бәрін бүйтіп отырудың керегі жоқ. Соңғы жақтаймын. Пептид ауруға қалай әсер етеді? емдеу саласында шоғырлаған нәтижелерді қолға келтірді. Азаттық армия 101-ші емханасы, Бейжің шех емханасы қатарлы көптеген ғылыми зерттеу орындары ұзақ молекулалы пептидтің сіңірілуімен тұрақтылығының
негізінде мемлекеттік өлшемге жеткен. Ерекше медициналық өнімдер тізімдігін ресми жарияланды. Емдеуде пайдаланылатын қоректік ретінде ұсақ молекулалы пептид осы тізімдікке енгізілді. Ұсақ молекулалы пептид адам денесіндегі молекулалардың қарсылық қуатын жоғарылатып, оның індетке қарсы тұру қуатын арттырды. Оның ең басты ерекшелігі, егер сіз ұсақ молекулалы пептидті тұтынсаңыз, жылдар бойы тұмауратпайсыз. Жұқпалы тұмаулардан да аулақ боласыз. Сүйегіңізді сомдап, буын ауруларын емдейді. Мысалы, біз әдетте грипп болған кезде біз үйде балаларға ешқандай дәрі бермейміз. Осы пептидті ішкізе бересіздер. 2 сағат сайын бір пакетін ішкізе берсеңіздер, бір күнде 3-еуін ішкізсеңіздер, уже грипптен арылып кетеді. Жаңағы айтты, пептид иммунитетті арттырады. Адам табиғи иммунитет артқан кезде ана бактерияны өзі жеңіп кетеді. Неше жастан беруге болады? 2 жастан бастап беруге болады. Тұндалған сүйекті қалпына келтіріп, буын томпайу, сүйек босаудың алдын алады. Бұл өзге дәрілердің қолынан мүлде келмейді. Ұсақ молекулаларды пептид жемқұс ауруларының өнімді емі. Мамандар болашақта ұсақ молекулалы пептид жемқұс сипатында буын қабынуын емдеудің ең өнімді емі болуы мүмкін деп қарауда. Қант несеп ауруына қарата ұсақ молекулалы пептид бір жағынан өздігінен жаңа инсулин клеткасын азықтандыру арқылы клетканы күшейтсе, енді бір жағынан тыңнан инсулин клеткасын жасау арқылы қант несеп ауруын емдейді. Бізде мысалы бір апталық детокста 32-ден қанты 10-ға дейін түсті. Не үшін? Өйткені мына екеуі пептид қой. Жаңа пептид анау әлсіреп тұрған инсулинді бөле алмай тұрған клетканы прямой барып жандандырады да, ана инсулин бөлуін жақсартады. Өз организмде адамның инсулин табиғи бөлінуі активтенген кезде анау қантты өз организм реттеп, қантты өзі түсіреді. Сол үшін бұл ғылыми жұмыста, бұл әрқайсысы бір реклама емес, ғылыми негізі бар нәрселер. Жүрек-ми қан тамырлары ауруларына қарата, ол қан тамырлары клеткаларын мол азықтықпен қамтап, қан тамырларын кеңейтеді. Жүрек бұлшықетіндегі клеткаларды қоректікпен қамтап, қан тамырлары қатайып алтын алады. Қан қысымын, қан қоюласуды жүрек ауруын емдеуде де көрнекті нәтижені қолға келтірді. Гуандун Чухай емханасы ұсақ молекулалы пептидті қатерлі өшпелі емдеуге пайдаланып, тамаша нәтижеге ие болған. Өйткені ол клетканы қуаттандыру арқылы адам денесінің қатерлі өспеге болған қарсылық қуатын жоғарылатып ролына ие. Қатерлі өспе деген қарсылық қуатын төмендеуінен туындайды. Ұсақ молекулалы пептидті істеткен соң, науқастың ауруға қарсылық қуаты жоғарылап болмастан, емханадан тез арада сауығып шығуына себеп болған. Мұнан тыс, пептид ұйқылықшылды, өрбу жүйесіндегі ақауды, жабығуды емдейді. Агрессиядан кейінгі қосалқы аурулардың мезгілсіз қартаюдың алдын алады. 2 кезекте Нобель сыйлығының иегері болуын, клетканы қоректікпен қамдау болашақта созылмалы корректорды аурулардың емдеудің негізгі беталысы болады деген тұжырым жасайды. Яғни пептид 2 рет Нобель сыйлығын алды деді. Ол не үшін алды дегенде, бұл созылмалы ауруларды қалпына, созылмалы аурулардан құтылу. Мысалы, роматизм созылмалы ауру, қант диабет созылмалы ауру, оны 1-2 айда емдеу мүмкін емес. Жаңағы жүрек қан тамыр аурулары, давлениеде, ол созылмалы ауру. Жылдар бойы давление дәрісі ішіп келеді адамдар. Осы созылмалы ауруды қысқа уақытта емдеудің жолы ол бірден бір пептид деп ғалымдар солай Нобель сыйлығын беріп отыр дейді. Сол себептен бізде мысалы мынау сүйекке арналған, тұтас сүйекке арналған пептид мынау. Ал енді бізде арнайы буынға арналған пептид бар. Ол жасыл. Жаңағы буын сүйегі азайған, буын қозғалысы нашар, буын роматизм адамдар ол буынға арналған пептид ішу керек. Соны аз дегенде бір 3 упаковкасын ішеді буынға арналған пептидтен. Сол кезде нәтиже өте жақсы болады. Алдында бір кісі, Махаббат деген кісінің отзывын көрдіңіздер, иә? 2 комплексті арттарынан ішті. Бір комплексті бір апта ішеді ғой адамдар. Ол кісілі 14 күн бойы комплекс ішкен, және де буын коллагені 2 қорап ішкен. Сол кезде мысалы 14 күнде
ол кісінің қаншама жыл бойы жаңа кальций жетіспей жүрген, минерал жетіспей жүрген, адамның организмінде шлактар жиналған, сол 14 күн бойы очищение жасаған. Яғни біз 166 мыңға бір апталық комплекс алғанға ақшамызды қимаймыз. Ол кісі 2 комплекс алып, жаңа буын коллаген қосып ішкен кезде, жаңа буын отырса тұра алмай, тұрса отыра алмай жүретіні уже 2 аптада жиналып, 2 аптада результатын көріп отыр ғой. Қатерлі ісікке де кетеді деді ғой. Соны айтып жатыр. Өйткені ол не? Қатерлі ісік дегеніміз не? Өзіміздің клеткамыз әлсірегеннен кейін рак клеткасы қайтеді, күшейеді. Ал өзіміздің клеткамыз күшті болса, ол рак клеткасын жеп қоятын еді. Оны жеп қоя алмай жатқаннан кейін, ол жеңбей жатқаннан кейін өсіп отыр ғой. Ал өзінің иммунитетін күшейген кезде анау рак клеткасын жейді, анау рактар тізгінделеді. Сонда айналып келгенде ауру неден пайда болады? Ауру клеткаларымызға минерал, витамин жетіспегендіктен пайда болады. Біздің қазіргі ішіп жүрген белоктық нормамыз бұрын жаңағы 45 жылы ашаршылық кезіндегі норма екен. Сол себептен біз әлі ашаршылық деңгейіндегі белоктық нормамен жүрміз дейді. Содан кейін біз қазір баршылық өмірде жүрсек те, жаңа күнде бір жұмыртқа жеу керек, бір тал бірдеңе жеу керек деген норманы әлі сақтап келе жатқандықтан адамдарға белок, жаңа минерал, пептид жетіспей жатыр клеткаға. Клетка ашыққаннан кейін клетка жаңалана алмай жатыр, қартайып жатыр. Мысалы, байлар укол салдырады, клеткасын жаңалайтын құрғақ клетка деген нәрсені салдырады укол қылып. О деген неше миллион теңге болады. Оны соны салдырып алады да ешқандай ауырмайды, энергичный болады, жасарып жүреді. Ол деген енді ғылым деген дамып жатыр да. Сол себептен бұл продукциялар бір аптада мені бүйтіп жүре ма, бір аптада мені сөйтіп жүре ма деп сенбеудің керегі жоқ. Бұл ғылым, ғылыммен жасалған нәрсе. Мына жерде міне пептид деп жазылып тұр. Пептид деген не деп сұрап жатады көп кісілер. Сол себептен бүгін сіздерге пептид туралы ақпарат бердім. Бұның құрамында да 4 түрлі пептид бар деп айттық кеше бізде де мастер-класс болды. Бұл пептид не үшін бетке тез эффекті береді, не үшін бетті тез тартады? Өйткені бұл жаңағы бет клеткаларымызда, тері клеткаларымызда қайтып жатыр. Күн сайын бір 10 клетка жаңаланса, 20 клетка өліп жатыр да. Ана өліп баратқан, әлсіреп баратқан клеткаларға бүйтіп жан берген кезде, уф деп анау солып бара жатқан клетка фуф деп томпиған кезде, фуф деп томпиған кезде, уже әжімдердің астындағы клеткалар томпиып, қарын тойған кезде, олар қайтып жатыр, әжімдер азайып жатыр, бетте тартылып жатыр. Сол үшін біз ғылым деген нәрсені ғылыми көзқараспен қабылдауымыз керек. Оны осылай ғылыми көзқарасты адамдарға түсіндіруіміз керек. Мынау керемет, мынау алшы дегеннен көріп, осылай пептид дегеніміз жаңағы 1902 жылдың өзінде Нобель сыйлығын алған екен. Онан бері қаншама зерттеліп келе жатыр, қаншама медицинада қолданылады екен. Пептид адамның бірден бір жас болуының, әдемі болуының, жасаруының, денсаулығын сақтауының бірден бір қайнар көзі бұлағы ол пептид. Пептид дегеніміз ұсақ молекулалы коллаген ғой, ұсақ молекулалы коллаген. Ол сіз етті жесеңіз, нанды жесеңіз, оны асқазан қортып отырады. Қорталса қорталады, қорталмаса о да жоқ. 50 жастан кейін асқазан қортып, оның минералын өзіне қарай сіңіретін эффектісі 50% ғана болады. Ал 40 жаста 40%, 60%, 40% қорталмайды. 30 жаста 70% жақсы қортады, 30% ақырын қорсақ дегендей. Кішкентай балалардың энергиясы көп болады, олар қайта-қайта тамақ сұрайды. Жаңа туған балалар даже 1 сағат сайын емеді, кішкентай кезде часто емеді, өйткені олардың асқазан тіптен де тез жұмыс жасайды. Адам қартайған сайын асқазан әлсіреген сайын минералдарды, энергияны денеге тарату әлсірейді. Сол себептен жаңағы клеткаларымыз қайтып жатыр, әлсіреп жатыр, ашығып жатыр. Сол үшін біз оларға дайын клетканың тамағын беруіміз керек қой. Бұл тамақ для клетка. Клетканың тамағы мінекеуі. Ал мынау үшеуі. Денедегі клеткадағы шақты тазартатын нәрсе болса, мынау үшеуі клетканың тамағы, мынау болса бетке арналған клетканың тамағы. Кремі және бар, креммен бірге қосып істетсеңіздер двойной эффект аласыздар. Бұл спрей беті көтереді. Сосын осындай бір керемет көз өнім бар. Бұл көз өнім бізде энергия ағыны тосылады, шлактар жиналады. Мысалы, варикоз болып жатады көп кісілерге, варикоз. Ол жерде қан айналысы ағыны тосылды деген сөз. Мысалы, көздің айналасына жаққан кезде көздің астын астығары былай жағасты, сосын мына точкалардың барлығын көтеріп, осылай жағасты, сосын құлақты төменнен жоғары қарай көтеріп, осылай 7 рет массаж жасап жағасыздар. Осы кезде мынау
мына жерде лимфа тамырларының бәрін жолын басып өтеді. Мынаны былай төмен қарай тарап жағасыздар. Мына щитовидкаға тиіспейсіздер. Мына жақтағы лимфа тамырлары осылай жолын ашасыздар. Сол кезде бұл жаңағы лимфадағы шлактарды төмен қарай ағып кетуіне көмектесу арқылы бетке сіңірулер жиналмайтын болады. Көздің астына су жиналмайтын болады. Құлақты жоғары қарай көтерген кезде бұлшық еттер жоғары қарай көтеріліп массаж жасалады да, бүйтіп босамай, бүйтіп көтеріліп беттеріңіз әдемі болып тұрады. Біз енді қазіргі кезде адамдардың барлығы бұрын алтынмен, үйін ремонттаумен, машина алумен, той жасаумен жарысатын. Енді 24 жылдан кейін, білмеймін, карантиннен кейін адамдардың санасы өзгерді. Денсаулығына қарай болды. Өзінің жақсы минералдар алып, денсаулығын күтіп, бұрынғыдай жаңағыдай артық нәрсемен жарыспай, қайта адамдардың барлығы карантиннен кейін семьялық құндылыққа, денсаулыққа көңіл бөле бастады. Тіптен жылдан жылға бұл косметикалық бизнес пен денсаулықтың продукцияларының бизнесіне сұраныс жылдан жылға күшеймесе азаймайды. Сол үшін осы Жему компаниясы бұл Қазақстан нарығына келіп отыр. Неге келген әлі жарты жылда болған жоқ. Сол себептен сіздер әлі басындасыздар. Әрі бұл продукциялар өте ұсақ молекулаланған, ғылыми заңдылыққа, ғылыми дәлелдерге, ғылымға негізделіп жасалған. Біреу үйінде жасай салған нәрсе емес. Өздері жаңағы неде көріп отырсыздар, 1993 жылы құрылғаннан бері өздерінің зауыты, өздерінің жаңағы цехтары, өздерінің тіпті керек болса өндірістік базалар барлығын коридорда тұр, барлығын оқып көріп білулеріңізге болады. Былайша айтқанда өздері шөбін өсіреді, өздері өндіреді, өздері зерттейді, өздері упаковка жасап, клиентке дейін өздері таратып отыр. Сол себептен бұның сапасы өте жақсы. Бұл клоши деген маз, бұл мазды Америкада тұратын қытайдық осындай дәрі шөптерді зерттейтін маман тапқырлаған. Бұл маздың ішінде 9 түрлі май, 9 түрлі шөп бар. 9 түрлі май денеге кіргеннен кейін, мысалы, сіз буыныңызға жақсаңыз болады, бұл мазды қайда жағуға болады? Бұл мазды, мысалы, тұз жиналған жерлерге жағуға болады, қолкаға жағасыздар. Қолкаға жағып, тарап, 5-10 минут тарап, сосын пленка жапсырып қоясыздар. 5 рет жағып тарасаңыздар, ана тұз кетеді, қолкалар кетеді, кәдімгідей. Тіпті керек болса жаңағы майлы өспелер болады. Майлы өспелерді де жағып тарау арқылы кетіруге болады. Бұлайша айтқанда бұл ет пен терінің арасында жиналған шлактарды ыдырататын өнім. Суықты шығарады. Зопқа жағуға болмайды. Бұл буынға, сосын майлы өспелерде болады. Ал енді бездерге көп нәрсені тесіп жаға беруге болмайды. Даже мына көз өнімін өзін жопып біреулер зопқа жағады деп айтады, бірақ мен өзім айтпаймын олай. Варикозға жақсы. Варикозға мына көз өніммен осы крем екеуін жақсаңыздар өте жақсы результатын береді варикозға. Ісіктерге бола ма осы? Болады. Сосын мысалы омырауда беріштер болады, кейбір кісілердің соған жақса да болады. Соланы бір клиентім айтады, 20 жылдан астам болды дейді да, осындай капсула болып тұрды дейді, қазір кішкене осындай үлкейген, соған бола ма мен? Өспе ғой, оны өспе дейді ғой, өспеге болады. Бүлге су бересіз? Демал ғой. Иә. Жоқ, басында дейміз. Басында деп айтқан жоқ, ортасы деді. Праздниктарда. Болады. Толық келінен кейін шығарады. Толық бар келі қылған жеп шығарады. Біз өзіміз мынада толған шығарады. Bunu informasiya bo'ladi, audit aytilgandan Qancha bu?
мына 1,5 Söyle kaldım. Маркетинг бар әлі. Ya, mына продукциялар негізінен бітті, ya. Барлығы ғылымға негізделген, бір үйде отырып құрастыра салған нәрсе емес. Аз дегенде бұл жерде нысаны бұл коллагенді тапқырлаған ғалымнан осы коллагенді өндіру патентін сатып алу үшін олар 600 миллион теңге ақша төлеп бұл патентті сатып алған. Бұл коллаген, осы коллагеннің өзінде 20 түрлі патент бар. Жаңағы клетканың жасаруынан бастап, сынған сүйектің қалпына келуі, буындағы жаңағы қабынуларды азайтуы дейсіз ба. Түрлі жаңағы керек болса грипті де емдейтін осындай патенті бар бұның. Сол себептен клеткадағы әлсіздікті бірден емдейтін осындай әрбір продукцияның өзінің ғылыми патенттері бар. Мысалы, кез келген адам бұл продукцияны жасай алмайды. Сол себептен бұл компанияның өзінің құрушысының өзі Лю Либи деген кісі Қытайдағы денсаулық сақтау министрі. Денсаулық сақтау министрі, мысалы Майюн дейді ғой, Майюнмен қатар тұрған осы Қытайдағы топ 10 директордың біреуі. Ең үлкен жаңа бизнесіне үлес қосып жатқан, Қытайдың бизнесіне үлес қосып жатқан ірі зауытты басқарып отырған топ 10 ірі директордың біреуі. Сол себептен сондықтан да бұл біріншіден ар жағында саяси кіршасы жақсы болғандықтан, екіншіден құрамы жақсы болғандықтан, қазірдің өзінде мысалы Малайзияда орта офисі бар, Кореяда офисі бар, Японияда офисі бар, в общем шығыстың бәрінде офисі бар бұның. Енді мына Еуропаға келіп жатыр ғой. Еуропа Қазақстанға келді, не Алла қаласа мына 7-ші айда Қырғызстаннан, 8-ші айда Өзбекстаннан офис ашып жұмыс жасаймыз. Бұл бизнестің маған ұнайтын артықшылығы, біз толық Қазақстанның адамымен отырып қалмаймыз. Әлемдік деңгейде бизнес жасауымызға болады. Малайзияға барып та жұмыс жасай беруімізге болады. Вьетнамға барып та жұмыс жасай беруімізге болады. Сол себептен біз жаңағы бұл жабылып қала ма, бүйте ма, сөйте ма деудің керек жоқ. Мысалы, Қазақстанда көптеген компаниялар ашылады, 1-2 жылға жетпей жабылады ғой. Сол себептен де бұл жерде біз өміршеңдігі жоғары, еңбек етсеңіздер, үлкен жетістікке жетуге болатын компания. Ал енді маркетинг түсіндіріп өтейін. Маркетинг планымыз бұл жерде оптым маркетингпен жүреді. Яғни сіздің тауар оборотыңыз жоғары болған сайын, сіз арзан бағада аласыз. Тауар оборотың аз болған сайын, қымбатырақ бағада аласыздар. Мысалы, сіз бір штук тауармен 30.075 теңгеге тіркелдіңіздер. Бұл бізде 6 түрлі табыс жолы бар, иә? Мына бірінші табыс жолы сіздің сату табысыңыз. Яғни сіз 30.075 теңгеге тіркелдіңіз, бір штук алдыңыз. Сіз бір адамға 30.075 теңгеге бір тауар сатсаңыз, сізге 10%, 3.000 теңге табыс түседі. Ал екінші бокс бар, 146.775 теңге деген. Ол жерде сіз 5 штук тауар аласыз. 5 штук тауар алғаннан кейін сіз бір штугінен 5.000 теңге пайда көріп сата аласыз. Мына жерде 3.000 теңге пайда көресіз. Екінші пакетпен тіркелсеңіз, бір штугінен 5.000 теңге. Мысалы, 5 штук алатын бір адам сізге сатып алса, сізге 25.000 теңге түседі. Ал үшінші дәреже ол 475.000 теңге апарады. Яғни сіз бірден 475.000 теңге салмайсыз. Бір штукке 30.000 салдыңыз, бір адамға шақырдыңыз, ол кісі 150 мыңға тіркелді, екінші адамды шақырдыңыз, 150 мыңға тіркелді, үшінші адамға шақырдыңыз, 150 мыңға тіркелді, өзіңіздің тіркелген 30 мыңыңыз бар, арқаны 3 адам 450 мың сіздің тіркелгеніңізбен қанша болды? 475 мыңнан асты ма? Сіз осы статусқа шыға аласыздар. Болмаса сіз бір штукпен бастадыңыз, бір адам келді де 475 мыңға, мысалы біз бәріміз ішемізде 4-5 бокс ала салды жаңа детокста. Уже сіз мына деңгейге шыға бересіз деген сөз. Сіз арқылы сатылған тауар обороттың жиынтығы 475 мың болған кезде сізге бір штугінен 7.000 теңге табыс түседі. 5 штугінен 35.000 теңге табыс түседі. Ал енді 1.700.000 теңге болған кезде сізге бір штугінен 9.000 теңге, 40% дегеннен көріп, қанша теңге болады, нақты айтып салған дұрыс қой. Бір штугінен 9.000 теңге, 5 штугінен 45.000 теңге түседі. Ал 17 миллион теңге оборот болған кезде сізге бір штугінен, яғни 30.000 теңгелік, мысалы, мына бүйректен 30.000 теңгеге сатсаңыз, мына статуста тұрғанда 30.000 теңгеге сатсаңыз, сізге 11.000 теңге түседі. 50% түседі, 11 мың болады. Жоқ, 50% емес. Енді не айтып жатырмын, соны жаттап болды. Мына процент деген нәрсе, ол жаңағы мынаның 30.000 теңге болғанмен, мынаның өзіндік құны мысалы 20 мың деген сөз ғой. Оның налогы бар, жолы бар, ол расходтар алынып тасталады.
Мысалы бір үштіктен 8 мың теңге расход алынып тасталады, оның өзіндік құны 22 мың деген сөз. Сол 22 мың 20% 11 мың теңге түседі сізге. Ал енді мына жерде 49 миллион 500 мың теңге оборот болған кезде осы 22 мыңның 60% 13 мың теңге сізге түседі. Түсіндіңіздер ма? Мына жерде де солай 22 мың 40% 8 мың 800 ғой. Сіздерге 9 мың теңге деп айтып жүрмін. Сондай 9 мың теңге түседі. Ал мына жерде процентті жақтағаннан көрі мына жерде 3 мың, 5 мың, 7 мың, 9 мың, 11 мың, 13 мың деп жақтағандар болды. Үштігінен. Ал 5 үштігі болған кезде 5 үштігінен 15 мың, 25 мың, 35 мың, 45 мың, 25 мың, 65 мың теңге түседі. Сіздер мысалы 1 миллион 700 мың теңге оборотқа оқымай шығасыздар, сол кезде сіздерге 150 мың теңге бес қорап алатын болса, бір де токс алатын болса, сіздерге 45 мың теңге түседі. Күніне 2 токс сатып болсаңыз, күніне 90 мың табасыздар. 90 мың 30-ға төлесеңіздер, бір айда 2 миллион 700 мың табасыздар. Енді аз ғана қаржымен бастап, миллион таппасаңыздар, бір айда 500 мың теңгені табуға болады. Ол үшін бір айда қанша тауар сату керек? Бір айда 20 штук тауар сатып болсаңыздар, 3 мың теңгенің көргеннің өзінде 20 штук тауар сатсаңыздар қанша? 600 мың көресіздер. Ал енді 5 мың теңге, 7 мың теңге бокстарға қарай кетесіздер ғой, сіз 20 штук сатқан кезде оборотыңыз көтеріледі. Сол кезде сіз 1 штугінен 7 мың теңгеден көретін деңгейге шығасыздар. Солай дами бересіздер. Енді екінші командалық бонус. Бұл командалық бонус дегеніміз 49 миллион 500 мың теңге оборотты орындап болғаннан кейін сіздерге беріледі. Яғни сіздер жинап, мысалы 1 миллион 700 мыңды 2 айда толтырдыңыз, 17 миллионды 5 айда толтырдыңыз, 49 миллионды 8 айда толтыратын шығарсыз. Сізге мысалы осы айда толтырып болмаған, болды бітті, отчет жабылды, келесі айда алдыңғы айда оборот қосылмайды демейді. Обороттарыңыздың барлығы қосылып отырады. Сіз мысалы, сіз үлкен бір оптовиксіз, үлкен оптовиксіз сізге, сіздің қолыңызда 5 штук товар болса, сіз айтасыз, 1 штук болса да аласың, 5 штук болса да аласың, 20 штук болса да ала бересің, саған мысалы бір жолда 100 штук ал, 1000 штук ал деген талап қоймайды деп, сіз оптовиктеріңізді сататын адамдарыңызды көбейтесіз. Бұл да сол сияқты бизнес, оптом маркетинг. Ал командалық бонус сіздің осы оптом точкаңыз арқылы бір айда өткен тауар обороттан сізге айлық береді. Бұл 11 миллионнан бастап 0 теңгеден 11 миллион теңге дейін сізге 2% беріледі. 30 миллионнан 11 миллионнан 30 миллионға дейін 4%, 30-дан 60 миллионға дейін 5%, жалпы 2%-тен бастап 13%-ке дейін сіздерге айлықпен орындаса 1 миллиард оборот. $137 миллион теңге оборот, примерно 400 миллион теңге оборотты жасап жүрген лидерлер бар. Бізде 400 миллион теңге оборот орында 13%, 52 миллион теңге айлық алып жатқан адамдар бар. Сол 2-3 айдағы табысымен Рамситида 48 миллион теңге наличка ақшасын сатып алып жатыр. Яғни компания ақша бермей қалама, зарплата бермей қалама деп алаңдамаңыздар. Сіздер еңбек етсеңіздер, компанияның табысы бір-ақ минутта түседі. Уже сіз, мысалы мен мына деңгейдемін, маған бір адам қазір келіп 5 қораптық детокс алып тіркелсе, маған 65 мың теңге бір-ақ минутта түседі. Уже 1 минуттан кейін 65 мың теңгені жарата беруіне болады. Сіздің ақшаңызды ешкім алдырып кетпейді. Ең жақсысы бұл автоматтанған бизнес. Мысалы, біреудің қолына қарап істесең қайтеді, настроениесі жақсы болса береді. Жақсы болмай қалса, бір күн көл, бір күн шөл болады. Адам деген, адамның көңіл күйі тұрақсыз ғой. Ал мына жерде система болғаннан кейін автомат, барлық автоматтанып тұр. Сіз қанша масштабный жұмыс жасап, қанша көп зарплат оборот жасап берсеңіз, компания сізге сонша көп зарплатты береді. Екінші командалық бонус. Үшіншісі, активный бонус сізге активный жұмыс жасағаныңызға және де премия береді. Бұл жерде 60 миллион оборотты орындасаңыз, 375 мың теңге 5 мың юан премия береді. Ал 180 миллион теңге оборотты орындасаңыз, сізге 750 мың теңге премия береді. Ал 270 миллион теңге оборотты орындасаңыз, 1 миллион 250 мың теңге премия береді. Ал 337 миллион максимальный оборотты орындасаңыз, 1 миллион 500 мың теңге сізге сыйақы береді. Бұл сыйақы. Ал бұл үшінші бонус, үшінші табыс. Ал енді төртінші табысымыз бұл жерде чек-ачек дейміз. Мысалы мен өзім
50 миллион статустамын, ең жоғарғы статустамын. Менің астымнан қазір 5 адам 50 миллион статусқа шығып жатыр. Енді олар да келесі айдан бастап қайтеді, тауар табысын алады ғой. Біреуі 10 миллион орындап 2% алатын шығар, біреуі 50 миллион орындап 4% алатын шығар, иә? Жалпы менің командамда бар адамдардың қосындысына мен 13%-да тұрсам, 10 миллион орындаған адамнан маған 9%, 10 миллион орындап 2% алған адамнан маған 11% разница түседі. 10 миллионның 11% дегеніміз қанша? 1 миллион 100 мың теңге мына лидерінің жасаған оборотына түседі. Не үшін бұл жерде осылай түседі? Өйткені маған бұлардың оптың бағасы мен менің оптың бағам бірдей болып қалды ғой мына жерде, дұрыс па? Олардан маған разница тауар түспейді. Осы жерге барған кезде бізге тауар обороттан табыс түседі. Мысалы 4% алған адам разницасы 9% болып түседі. 5% алған адамның разницасы 8% болып түседі. Ал енді менің астында активный адам бар дейін, иә? Активный адам бар. Оларда айтайын 400 миллион теңге оборот орындады. Оларда 13% өз толығымен алды. Маған разница түспей қалды. 10% орындаған адамнан 3% разница түседі. 10% деген қанша? Мысалы 2 миллион 700 мың теңге оборот орындады. Ол өзі қайтты 10% 27 миллион теңге айлығын алды. Маған 270 миллионның 3% түседі. Бұл жаман ақша емес, оның өзі 8 миллион теңге деген сөз. Ал мына жерде қайта 400 миллион орындаған кезде өзі 13%, яғни 52 миллион теңгені өзі алып кетті де маған 1% разница түспей қалды. Осы кезде компания қайтеді, мынау 50 миллион теңге зарплата алса, маған 30% сенің лидерлік еңбегінде 30% 15 миллион теңге зарплата төлеп береді. Сонда сіздің командаңыз қанша активный болып, барлығы осы 400 миллион орындап тұратын болса, қанша сізге 15 миллионнан түсетін болса, 10 адамнан 150 миллион теңге түседі деген сөз. Осы чек-чек табысы дегеніміз, сіз максималды қайтесіз, командаларыңызды үйретесіз, көмектесесіз, олар көбірек көмектесесіз, олар сізге де байысы ғой. Бұл бизнес, Қытайлардың бұл бизнесі ортақ экономика жаратады. Сен де дамисың, мен де дамиын деген. Ал енді сіз біреуге сатушы болсаңыз қайтеді, күнде 5 мың теңге, 10 мың теңге болды, ағай саған баюдың мүмкіндігін бермейді. Ал біреудің қолына істегеннен көрі осындай автоматтанған системаға жұмыс істеген дұрыс. Бұл лоббидан келіп жатқан бизнес-маркетинг. Бұрын Қазақстанда сетевой маркетинг болды, мысалы Мерекей болды, Архипин болды, олардың маркетингі аз, ақшасын аз төлейді. Сіздерге активация жасап, бүйт, сөйт деген талаптарды беріп, қайтеді, сіздің ақшаңыздың барлығын тауарға салдыра береді. Мына жерде ондай ешқандай талап жоқ. Сіз активный жұмыс жасап, тауарларыңыз сатсаңыз, командаңызды танытсаңыз, сізге ақшаңыз түсе береді. Мына 4-ші табысы, чек-чек түсіндіңіздер ғой, иә? 5-ші табысымыз, бұл жерде сіздің астыңыздан 60% дейміз, яғни мына 49 миллион 500 мыңға жеткен. 49 миллион 500 мыңға жеткен қанша адам болу керек? 4 адам болу керек. 4 адамнан общий өзіңіз бар, мына жерде 4 адамыңыз бар, барлығыңыз қосып бір айда 600 миллион теңге оборот орындауларыңыз керек. 600 миллион теңге оборот орындайсыз, сол кезде сізге бірінші деңгейдегі өзіңіздің тікелей шақырған адамдарыңыздың табысынан мына жерде жаңағы 10% орындап мына адам 27 миллион алды ғой, иә? 27 миллион алса, тағы да сізге 10% табыс 2 миллион 700 мың теңге беріледі. Мына адамыңыз 20 миллион теңге табыс алса, тағы да 10% 2 миллион теңге беріледі. Ол үшін мына деңгейді жабу керек. Мына деңгейді жабу үшін сіз бір айда 600 миллион теңге оборот беруіңіз керек. 4 адамыңызды осы ең жоғары деңгейге шығаруыңыз керек. Сол кезде сіздің табысыңыз тіптен артады. Осы деңгейге шыққан адамдардың айлық табысы 200 миллион теңгеден жоғары болып отыр. 200 миллион теңгеден жоғары. Ал мына жерде тіптен керемет, ол үшін сізге 8 адамды ең жоғарғы дәрежеге шығару керек, 49 миллион теңгеге шығару керек. Және де бір айда 1 миллиард 500 миллион теңге оборот орындау керек. Осы кезде сіз 4 ұрпағыңыздың табысынан аласыз. Бірінші линияңыздан 20%, екінші линияңыздан 20%, үшінші линиядан 10%, төртінші линиядан 5%. Бұл жерде сіз 10 мыңдаған, 100 мыңдаған адамның табысынан сіз қайтып отырсыз, бонус аласыз. Сол кезде сіз осы жерде миллиардер боласыз. Біздің хан директор осы статуста осы жерден миллиардтық табысты осы жерден алып отыр. Біз мысалы әрқайсымыз ақшаны тапқымыз келеді. Мысалы мен осы айда 100 миллион зарплата алсам, келесі айда 200 миллион алуға жүгіремін. Ал менің 100 миллион зарплатадан қайтып отыр, ол кісіге 20%,
20 миллион барып отыр. Сіздің 100 миллионыңыздан 20% тағы да 20 миллион барып отыр. Яғни бұл дегеніміз мынандай трубаны дұрыстап құрып алды, бизнесті системалап алды, жатып ақша тапты деген сөз. Сіз біз қарапайым өмірде бірдеңе сатып ақша табамыз ғой. Сатып ақша табу деген ол шелек деп су тасу, оны өзіңнен барып бір шелек суға келесің, ішіп аласың, қайтарып аласың, қайта ішіп аласың. Біздікі осындай жабай бизнес. Ал Қытайлар қайта автоматтанған бизнеске кетіп жатыр. Америкада баяғыдан автоматтан, мысалы KFC автоматтанған бизнес. Бүкіл әлемге таралып жатыр. KFC-дің ғаламы жатып ақша тауып жатыр. Яғни бизнесті жүйелеу арқылы үйде жатып ақша табуға болады. Бизнесті жүйелей алмаған адам істесе бар, істемесе жоқ. Шелектеп су тасығандай жүреді. Сол үшін бұл автоматтанған бизнес, системаланған бизнес, сіздің бір тиыныңызды ешкім жей алмайды. Сіздің еңбегіңіз барлығы ақталады. Мына дәрежеге жеткен кісілер аз шығар, наверное. Иә, аз. Мына дәрежеге жеткен қазақтардан 2 адамдар. Мынаған ешкім шыққан жоқ әлі. Мына қазақтан 2 адам шықты. Ал енді Қытайларға көп, өйткені оларда бизнес басталған 4-5 жыл болды ғой. Бұл маркетинг негізі басында 33 жыл болды компанияға. Бірақ олар толық дәріханаларға, аптекаларға, сосын жаңағы толтырханалар дейміз ғой, больницаларға таратып қойған бұл тауарларын. Сол арқылы сатылған 20 қанша жыл. Сосын осы маркетингті шығарып, система жасап, сайт жасап, автоматтанғандығына компанияның 4-5 жыл болды. 4-5 жылдан бері осы системамен жұмыс жасап жатыр. Табыстарымызды, осы тауарлық табысымызды әр ай негізін аламыз. Маған осыда 1 миллион теңге осы зарплат шықты. Менің командам 30 миллион теңге оборот орындады. 4% 1 миллион 200 мың теңге табыс шықты маған. Енді мынаны алғам жоқ әлі. Өйткені мен 60 миллион орындауым керек мынаны алу үшін. Ақырын команда дамып жатыр. Бұйырғаны болады. Ақырын дамып жатырмыз. Бәрі не істеуге ғой, сұратпайды, жалындырмайды. Көп етіп ақшам түсе қалады. Қандай керемет. Еңбек етсеңіздер бәрі болады. Енді қазіргі кезде енді Instagram бар, TikTok бар. Динозавр заманында отырған жоқпыз. Телефон бар. Қазір Алматыда отырып бүкіл әлеммен жұмыс жасауға болады. Сол үшін мүмкіндіктер бар қолымызда, барлық бай болудың мүмкіндіктері бар қолымызда тұр. Сол инструментті дұрыс істете білсек болды. Қорқатын еш нәрсе жоқ, салатын үлкен ақша да жоқ. Айта беріңіз. 50% болса, мен қасында болса, менің мақсатымдағы 30 болса, бізден спонсордан 10% спонсордан қанша түседі? Бір үстілінен 2 мың теңге түседі. Бір үстілден 2 мың теңге. Каждый статусқа қарасып 2 мың теңге. Мына 3 мың, 5 мың, 7 мың, 9 мың, 11 мың. Мына кісі 5 үштікке бір адам кеткені, иә? Сізге 10 мың теңге түседі. Менің бір адамым қырықта. Сізде 40-та 40 боқа олсыздар ма? Ол кезде аз ғана ақша түседі. 2% ба бұл түседі, көп ақша түспейді. Оған түседі. Ол кезде аз ғана түседі. Шамалар сіз командаңыздан жоғары болып отыруыңыз керек. Кеңесіп қалған нәрсені системаңыз автомат есептейді. Спонсормен, мысалы, мына сізде 40, командаңызда 40, оның спонсорда 40 болса, енді 2 мың теңгені 4-еуіне бөліп бере ма сондай? 300-ден 500 теңгеден ба сондай түсіріп отырады. Ол система өзі санайды. Мозговой мен женский туралы. Ол жоқ қой бәрібір системада қазір. Система Жоқ. қазір заказываем. Бере алмайсыңдар. Жоқ, женский. Женскийде жоқ болады все. Жаңа осы менің жұмыстарым аяқталды. Бір сағат сабақ қой, уақыттарыңызды алмай, сұрақтарыңыз болса сұраңыздар. Жайна ханым, спонсор 50-де, мысалы, мен 40-тамын. Сонда спонсордан маған түсе ме? Жоқ, спонсордан түспейді. Спонсордан түспейді. Сіздің аппаратыңыздан